осы сахнада өнер көрсеткен талантты ұл-қыздарымыздың өткендеріне салауат, бүгіндеріне саламат тілейтін күніміз. Бүгін өнерге ғашық замандастарымыздың ерекше бір ән мерекесі. Ауыл өнерін жанындай сүйген әнші ансамбльде ойнап, Жандарбек Салиқасов, Ерлік Сабиев, Қабанбайдан Жәкен Игісінов, Болат Сәтпаев, Нұржанат Салиқасов, ансамбльдің әншілері Зейнетай Айтқұрманова, Мария Иманбаева, Бекеш Мұхамедрахимовтарды да мерекесімен құттықтаймыз. Мінекей құрметті көрермендер, сахна төрінде балдәурен жастық шақтардың эстрада жанрының өркендеуіне жұмсаған небір қазақ әуендерімен көрермендерді әуезді әнге, сазды музыкаға тәрбиелеген өнерпаздарымыз. Атаға кәрі, менен жасқа мәлім, жастықты шырқап келген асқақ әнім. Сіздермен міне бүгін балауса тобы қошеметке бөленіп шаттанар күн. Құрметті қауым, қадірменді өнер сүйер қауым. Балауса эстрадалық ансамблінің шығармашылық жолы 1978 жылдардан бастау алады. Алғаш осы өнердің түп тағанын қалағандар қатарында бесаспап музыкант болған Әдебет Омарбеков, Қайырлы Рыспаев, Қайырбек Шотпанов, Нұрсағат Салиқасов, Бектас Қабиев, Ерлан Тұрабаев, Жандарбек Мурсалимов, Ерлік Сабиев, Жәкен Игісінов, Болат Сәтпаев, Нұржанат Салиқасов, ансамбльдің әншілері Зейнетай Айтқұрманова, Мария Иманбаева, Бекеш Мұхамедрахимовтар ауыл кешін думанға бөлеп өнер көрсетті. Балауса эстрадасының жұлдызды шақтарында өнер көрсеткен Болатбек Қарасартов, Мұрат Аденов ағаларымызды сағынышпен, құрметпен еске аламыз.
Ал эстрадалық аспаптардың артынан ерген інілеріне үйреткен. Бүгінге дейін музыка саласында жүрген саксофоншы Әдебет Омарбеков ағамыздың өнердегі іздері біздерге үлгі өнеге. Өмірде із қалдырудың бәрі балалықтан басталады. Ендеше ауыл жастарының темір қазығы болған Балауса эстрадалық ансамблінің құрамында өнер көрсеткен Әдебет Омарбеков, Қайырбек Шотпанов, Қайырлы Рыспаев, Нұрсағат Сәлекасов, Бектас Қабиев ағаларымыз бүгін сахнада. Қол соғып, қошемет көрсетіп отырайық ағайын. Осы ансамбльдің негізін қалаушы ағаларымыздың бірі Қайратбек Шотпанов ағамыз. Қайырбек кешіріңіз. Қабанбай Балауса эстрадалық ансамблі Батырхан Шукенов, Бәкір Тәжібаев ауылым.
қошемет көрсетейік ағайын. Девчонка из далеких дней, по школе бегал я за ней, домой провожал, записки тайком писал. Мы незаметно подросли, и эти дни давно ушли, и я не скрывал, что лишь о тебе мечтал. Но только пошло год одну, и я не знаю почему уехала ты в далекую страну. Қадірменді өнер сүйер қауым. Сахна төрінде Ақжар мен Тұғыл мәдениет үйіні жанынан құрылған Ақжар және Айдын эстрадалық ансамблі бүгін бізде қонақта. Ауылым деп келген ағаларымыз үшін алақандарыңызды аямай қошемет көрсетіп отырайық ағайындар. Құрметті Қабанбай ауыл тұрғындары, бүгінгі балауса эстрадалық ансамблінің 45 жылдық мерейтойымен құттықтаймыз. Көңілдеріңіз көтеріңкі болсын. Ендеше музыкалық сәлемдемемізді қабыл алыңыздар. Билеп отырыңыздар. Ендеше Кеңес Дүйсекеев ағамыздың өкіндесен ән қабыл алыңыздар. Алдарыңызда Ақжар ауылынан келген өнерпаздарымыз Өкінбесен, Такиров Дәуреннің орындауында. Қошеметтеп қолдап отырыңыздар.
рахмет. Тарбағатта өнер көрсеткен Болат Құсайынов, Сәкен Тәшренов ағаларымызға құрмет, қошемет көрсетейік ағайын. Келесі тыңдайтын әндеріңіз Досмұқасан ансамблінің репертуарынан «Қайдасың?» Болат Құсайынов. Жастар эстрадалық ансамблінің негізін қалаушы. Шапалақ соғып шағып беріп отырыңыздар ағайын. Қадірменді өнер сүйер қауым, өткен заманның жақсы бір тұстарын еске алсақ, 1989-95 жылдары аудандағы мәдениет үйлері халыққа алуан түрлі мәдени қызметтер көрсетті. Үгіт бригадалары сонау түкпір-түкпірдегі Шопандар ауылына 2-3 күнге тіпті бір жігіттіге созылатын концерттік іс-сапарлар қойып, мерекелік концерттер өткізді. Балауса ансамблі де сол бір уақыттарда уақытпен санаспай халықтың жүрегін жаулады. Олай болса, ауылым, жерім деп келген сахна төріне әдебиет Омарбекұлын шақырамыз. Жерлесімізге қол соғып қошемет көрсетейік ағайын. Бесконечная история, совпадения продуманы, встречи заранее подстроены.
Бүгінгі балауса эстрадалық ансамблінің кешіне қонаққа Бәрекелді аяна, қошемет ағайын. Қолындағы балауса эстрадалық ансамблінің негізін қалаушылардың бірі, белгілі музыкант Қайырбек Шотпановтың ұлы Қайнар Қайырбекұлын шақырамыз. Бүгінгі кеш үшін Астана қаласынан келген қонағымызға құрмет, қошемет көрсетіп отырайық ағайын.
өнер көрсеткен Қайнар Қайырбекұлы. Сахна төріне Рахымбек атамыздың немересі Раянан шақырамыз. Айжан. Қошемет ағайын. Қошемет ағайын. көрсеткен. Сахнаға Айжан Енде бойла.
қаласынан келген ансамблінің әншісі Төлеубаев Дәурен Серікұлы. Алдарыңызда сағыныш сағындым сені әнімен. Ассалаумағалейкум, құрметті Қабанбай ауылының тұрғындары, құрметті өнерсүйер қауым. Бүгінгі балауса ансамблінің 45 жылдық шығармашылық кеші баршамызға құтты болсын. Сіздер үшін сағыным сені Ескендір Хасанғалиевтің кереметті әні қабыл алыңыздар. Sağındım yerge, kızgınlık dolu köktemde. Sağındım yerge, sazımın börge, kağılıp paslar ötkende. Sağındım seni, Баршаңызға тағы да келесі ән
жақында бір керемет апайымыздың бір мерейтойын тойлағалы жатырмыз. Şagülüm gözlük dolu Ana deben sada Yüreğin meyli Yüzge dolu Bebekpin ben sada Mama, mama, mama Memgide sen gana Abzal ana, ana Ömrüm kendala Danasın sen bana Darasın sen bana Maqtanata, marhabata, mahabata Ardalasın yüzünde Yelana devada Şerana devada Қарызбын әжім ақ шашыңа Өзіңнің жасына Өзіңсіз бақыт бақшасы да Өмірдің басы да Мама, мама, мама Мәңгіде сен ғана Абзал ана, ана Өмірім кең дала Данасың сен маған Дарасың сен маған Мақтанатын мархабаты махаббаты Ардақтасың есімде Ел ана деп ада Жер ана деп ада Саған арнадым мен саған Мама, мама, мама Мәңгі сен ғана Абзал ана, ана Көңілім кең дала Данасың сен маған Дарасың сен маған Мақтанатын мархабаты махаббаты Көп рахмет баршаңызға.
Шамшы Қалдаяқовтың әні «Әнім сен едің». Алдарыңызда Інжу тобы. Құрбым жан құрбым, бала кезімнен уақыт көрушем, қара көзіңнен кеттің ұмытып, мәңгі ұмыттың, жібін үздің ғой нәзік үміттің. Кеттің ұмытып, мәңгі ұмыттың, жібін үздің ғой нәзік үміттің. Әнім сен едің, кеште салатын, содан жас жаным ләззат алатын. Шамын басқа үйдің, жақтың аяулым, сендей бақытты қайдан табайын. Шамын басқа үйдің, жақтың аяулым, сендей бақытты қайдан табайын. Тағы келді ғой құстар ән салып, тұрмын оларды жалғыз қарсы алып. Таңсыз таң аттан, сенсіз батты күн, мәңгі ұмыттың мені шаттығын. Сенсіз таң атты, сенсіз батты күн, мәңгі ұмыттың мені шаттығын. Мәңгі ұмыттың мені шаттығын. Сахна төріне Тарбағатай өнерінің ардагері әдебиет Омарбеков ағамыз шақырамыз. Туған жер композициясымен. Құрметті қауым, ауылдастарым, қандастарым, бауыр қарындастарым, жеңгелерім, апайларым. Менің туыстарым, хрускаялықтар. Осы біздің бір адамды есіме алуым керек. Рахымбек атамызды осында зап болып болған. Жатқан жері торқаласын. Осы кісі сол мені кеңес Байтабосқа апарып дом культураға тастап кетіп еді. Сонда жастар ансамблінде ойнаған мен. Содан кейіннен естідім, былтыр естідім. Қайырбек айтады, біз балауса оркестрін құрағанбыз. Соған келіп көмектес дегенге соған келдім. Менің арманым болған. Асқар екеуміз, Сәбиев екеуміз оркестр ойнап құрамыз деп, оны инструментіміз болмады. Содан біреуміз оқуға кеттік, біреуміз армияға кеттік. Сіздерге арнаймын. Рахмет атамыз жатқан жері торқа болсын, иманды болсын. Қабыл алыңыздар.
Сахна төріне бүгінгі кешімізге өзінің ән шашуын алып келген кішкентай бүлдіршініміз Астана қаласынан келген Қайырбек Шотпанов ағамыздың немересі Қайырбек Мединаны шақырамыз. Құрмет қош.
жүре берсек алға, өмір сынаса көңілге алма, әніңді жалға жүре берсек алға, арманың барда шаршама қалма, жүре бер әрқашанда алға, өмір сынаса көңілге алма, жүре бер әрқашанда. Бар жолдасың жанады, арманға қанат қағады, ойнаймай ешқашанда өмірде, әр адам бағын табады. Арманың барда шаршама қалма, жасқанып қалма, жүре берсек алға, өмір сыраса көңілге алма, әніңді жалға жүре берсек алға, арманың барда шаршама қалма, жасқанып қалма, жүре берсек алға, өмір сыраса көңілге алма, әніңді жалға жүре берсек алға. Біз өлке өнеріне адал туған жер ұрпақтарына үлкен алғыс білдіреміз. Олай болса, құрметті көрермендер, сахна төріне ауылымыздың есімізге естелік болып, бүгінгі күні сахна төріне тағы да бізді қуанту үшін, ескіні есімізге түсіру үшін арнайы келген Балауса ансамблін шақырамыз. Жан досым Бектас Қабиевтің орындауында. Қайырлы кеш, қадірменді ауыл тұрғындары, мерекелеріңіз қайырлы құтты болсын. Біз мына Қайырбек ағаларымыздың, Нұрсағат ағаларымыздың жолын жалғап, соңғы топ 4 жігіт едік. Өзім Мұрсалиев Жандарбек ағам Өскеменде келе алмады. Одан кейін өмірден өтіп кетті 2 ағам. Қарасарт Болатай, Әден Мұрат ағаларым, осы 4-еуміз бір топ болып жұмыс жасап едік 90-91 жылдары. Енді сол өмірден өтіп кеткен құрдас дос ағаларым құрметіне Сейдолла Бәйтерековтің жан досыман тартып өтіп қалбаңыздар. Тағы да мерекелеріңіз құтты болсын. Ағаларымызға қошемет. Іздегенде табылатын қасыңнан, көңілі бар қызғалдақтай ашылған, көріспесек сағыныштан жүдейтін, кім бар жақын бала күнгі төзілген. Жандасы үстем болсын мерейі, әрқашан секілденіп ағаштың. Кездесеміз, жүздесеміз, біз әлі әтімді жаз, жігіттермен бұздайын. Махаббат бол, сен тұра бер сәулеші, адалдықтың махаббат сен тұра бер сәулеші, менде
жылдар бойы іздеп жүрген таба алмай сен далаға қарсы көріп жатасың тағдырына тура тартқан адамдай сен де қарап өліп келе жатасың тура тартқан адамдай екеуміз нұрлы таңның бақшасында мекендеп қоштасарда зәрем ұшып қорқамын енді қайтып кездеспейміз мекенде қоштасарда зәрем ұшып қорқамын кездеспейміз мекенде кештің ұйымдастыруына ат салысқан Балауса ансамблінің 45 жылдық мерейлі мерекесімен құттықтау үшін Ақжар мәдениет үйінің директоры Көпшікбаева Шакен Мәлік қызын сахна төріне шақырамыз. жаңа ғана шуда Айта қой, айта қой. Айта қой, айта қой. Құрметті Қабанбай ауылының тұрғындары, құрметті көрермендер, құрметті Балауса эстрадалық ансамблінің байырғы мүшелері, біздің Тарбағатай өнерінің эстрада жанрының негізін салған сонау 70-80 жылдарда жастардың қызығушылығын тудырған әйгілі Досым Қасан ансамблінің жаңағы үлгісімен өздеріңіз білесіздер, барлық республика бойынша осындай эстрадалық ансамбльдер құрылды. Міне біз бүгін осы Қабанбай ауылындағы осыдан 45 жыл бұрын ауылды әнге бөлеген Балауса ансамблінің байырғы мүшелеріменен кезігіп тұрмыз. Әрине бүгінгі құрам толық келмей қалған ағаларымыз да бар екен. Осы ансамбльде ән айтқан апайлар да бар екен. Енді ол кісілер отбасы жағдайыменен келе алмаса да, бүгін осы Шомпайұлының атынан алғысқа тапсырып өнер шараларына үнемі белсенді көмек көрсетіп жүретін бір ұлдарыңыз бар. Ол Қабиб Бектас Шакерұлы. Бүгін міне сіздердің сахналарыңызда өнер көрсетіп жатқан Тұғыл мәдениет үйінің Айдын эстрадалық ансамблін марапаттау
бөлімшілігінің маманы Далбина Камшат және ауыл депутаты Шамухамбетов Ерлан аға шақырамыз. Құрметті ауыл тұрғындары, бүгін сіздерге музыкалық сәлеммен туған жеріне іздеп қаншама іздеп келіп жатқан барлық мына көп рахметімізді айтамыз. Алла нұры жаусын, бақытты ғұмыр кешсін, өнерлері үстем болсын, халқына рухани музыкалық сәлем жолдап сусындап жатқан сендерге көп рахмет айтамыз. Біз әдебиет өнердің кластасы боламыз. Сондықтан оған деніне саулық, басына амандық тілеп, жасы ұзақ бақытты нәсіп етсін. Рахмет айтамыз. Рахмет. Ал енді құрметті ауылдастар, мына Алеша 10 жыл бойы бірге оқығанбыз. Аяқ жақта ауылда топ ойнап, тығылмақ ойнап, бірге ойнап жүрген кластасымыз еді. Енді міне 50 жыл болды. Алеша кеткелі, ауылдан кеткелі. Ендігі жылы енді 70-ке келеміз. Амандық болса, Алешаға енді ауылына келгеннен кейін құл кетпесін, қуыс үйден құр шықпасын деп, мына Алешаға мен мына шапанымды ауыл тұрғындары, алыс жақыннан келген қонақтар, бүгінгі міне балауса аспаптар вокалдық ансамблінің 45 жыл толуымен шын жүректен құттықтаймын. Енді ауыл әкімінің іс сапарда болуына байланысты ағаларыма алғыс хат табыстау маған бұйырып тұр екен, рұқсат етіңіздер. Алғыс хат. Құрметті балауса эстрадалық ансамбль мүшелері, сіздерді өнердегі 45 жылдық мерейтойларыңызбен құттықтаймын. Әлі де ел құрметіне бөленіп, шабыттарыңыздың шыңдала беруіне тілектеспін. Ұлттық өнеріміз бен мәдени мұрамызды жеткізу мен насихаттауға қосқан өлшеусіз үлестеріңіз үшін алғыс білдіремін. Қабанбай ауылдық округінің әкімі Сәкен Ануарбекұлы Малғаждар. Ассалаумағалейкум ағайындар. Бүгінгі мына балауса ансамблінің 45 жылдық мерекелік кеші құтты болсын. Енді айтайын деген бұл кісілердің барлығына қанша уақыттарын бөліп, алыстан Қайырбек ағаларымыз, Әлеш ағаларымыз өстіп ауылыма деп туған жеріне деген бір сағынышын білдіргісі келіп, енді міне осындай бір мерекелік кеш ұйымдастырып жатыр. Көптен көп рахмет айтқым келеді. Жаңа бұл кісілерді қолдап, жаңағы поддерживать етіп, жан-жақтан Тоғылдан, Ағзырдан өнерпаздар келіп, өнерлерін көрсетіп жатыр екен. Барлықтарына көп рахмет айтам. Және де бұл концертті өздеріңіз көріп отырғандай барлығы жанды дауыспен айтылып жатыр. Енді орамал том болмайды, жол болады дегенде, осы ағаларымыз енді ауылға, ауылым деп келіп тұрған кезде бір сый-сияпатымызды көрсетпесек, қандай ауыл боламыз деп, осындай ағаларымызға аздаған сый-сияпатымыз бар. Қабыл алыңыздар.
Рахмет. жаңа ғана шыңдасып жаңбыр жауып өткенде жаңа ғана шыңдасып самал тарап кеткенде көкжиекпен ұштасқан көз жеткісіз аумағы Алтай мен қол ұстасқан Тарбағатай таулары Алтай мен ұштасқан көз жеткісіз аумағы Алтай мен қол ұстасқан Тарбағатай таулары Таулар жатыр салқында бұлтқа тосып арқасы бүркіт қана шаңқылда оятады жартасы көкжиекпен ұштасқан көз жеткісіз аумағы Алтай мен қол ұстасқан Тарбағатай таулары көкжиекпен ұштасқан көз жеткісіз аумағы Алтай мен қол ұстасқан Тарбағатай таулары шөптен нардай бітімі ар жағынан атырды көрінеді түтіні азиғұла ауылда көкжиекпен ұштасқан көз жеткісіз аумағы Алтай мен қол ұстасқан Тарбағатай таулары көкжиекпен ұштасқан көз жеткісіз аумағы Алтай мен қол ұстасқан Тарбағатай таулары Алтай мен қол ұстасқан көз жеткісіз аумағы Алтай мен қол ұстасқан Тарбағатай таулары Бөлеген жүрегінде гүл шоқтарын, өмірдің сан қиырлы сор соқпаған, өнердің ордасында шеру тартты, көксеген осы күнді ұрпақтарың. Түскендей жарық сәуле санамызға, қалада дүбірледі даламызда, алыстан аңсап жеткен жігіттердің еңсесі биік тұрсын арамызда. Қымбатты ағайын, құрметті Қабанбай ауылының қонақтары, бүгінгі балауса ансамблінің мерейлі мерекесі ұрпақтар сабақтастығының ғибратты жолдарын үлгі етеді. Бұл мереке
мерекеміз алдыңғы толқын ағаларымызды қадірлеу, кейінгі толқын інілердің мойнына азаматтық деген асыл ұғымның барша тағылымын бүгініміз бен болашағымызға аманаттайды. Осы мерекеге алыстан келіп қатысқан барша қонақтарымызға, әріптестерімізге үлкен алғыс білдіреміз. Құрметті көрермендеріміз, бүгінгі концертте баршаңызға керемет көңіл күй сыйлаған ағаларымызға, алыс жақыннан келген, бүгінгі мерекелік концертте өнер көрсеткен барша өнерпаздарға алғыс айта отырып, мерекемізді бүгінгі жабық деп жариялаймыз. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар. Біз сіздермен қоштаспаймыз, әзірше сау болды өтіріз. Құрметті жерлестер, құрметті қауымбайлықтар, бүгін мен бір айта кетейін дегенім, осы кешке түрлі себептермен келе алмай қалған кезіндегі өзім тәрбиелеген оқушыларым бар еді, келе алмай қалды. Олар Тұрабаев Ерлан, Сәбиев Ерлік, Жандарбек Мұрсалимов. Тағы да осы біздің арамызда ән салып бірге жүрген кейбір жігіттеріміз өкінішке орай бақилық болып кеткен. Оларды еске алмасқа болмайды. Өлі байымай тірі жарымайды дейді ғой. Сол себептен айта кетейін, ол аруақтары бір түстің ол жігіттерінде. Ол Шортанов Мұратхан, Үлгекеев Жәнібек, Қайсанов Жәнібек, Қисықов Мұратхан, тағым етіп ұтып қалды. Өзіміздің Шекен ағамыз, Рахымбек атамыз, шындығына келгенде сол Рахымбек атамыз бізді мектептен бастап тәрбиелеп, осы ансамбльді 73-ші жылдары құра бастаған кезде осы мына қайырлы жан жолдасым, кластасым бірге өскен, бізді тәрбиелеп, баянмен сүйемелдеп, 3 дауысқа бөліп үйретіп, ағзарға түрлі конкурстарға апарып, сол жерден жақсы орындар алып жүрдіңіз. Ол кісілерді қалай айтпай кеткешке. Және де осы кешті ұйымдастыруға атсалысқан Ағзар орталық мәдениетінің директоры Жәкен ханымға, Ағзар әкімшілігіне, осы біздің Қабанбай ауылының әкімі Сәкен бауырымызға, және де осы ауылдың беделді азаматтарының бірі Бақыт Ақмолдин ағамызға, мына отырған Нұрсағат ағамызға, ұйымдастыруға атсалысқан мына тұрған қарындасыма осы кешті жүргізіп, өзі ауырып жүрсе де уақытын бөліп келіп, осындай көңілді кешті бізбен бірге бөлісіп жатқанына мың алғысымды айтамын. Және де соны Алматыдан аттенетке отырған осы жердегі әдебиет ағамыз, осы жердің тумасы, оны үлкен сіздер шамалас адамдар біледі, жастар біле бермейді. Сондықтан айта кетейін деген, міне менің қайырлы жолдасым, о да Алматыдан аттенетіп келді. Мен өзімде сол Астанада отырып ұйымдастырдым, шын айтсам. Келуге уақытым жоқ, телефонмен хабарласып отырып, осындай кешті ұйымдастырдық. Уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге көп рахметімді айтамын. Жақсы кештерде жолыққанша аман сау болыңыздар. Көп рахмет. Және де мына толдан келіп жатқан өзімнің құдан бастаған Айдын ансамбліне рахметім шексіз. Ағзар жастар ансамбліне, әсіресе Төлебек бауырымна, өздерің көріп отырсыздар, мына сахнада тұрған барлық инструментті бізді қамтамасыз етіп отырған осы Ағзар орталық мәдениет үйі. Шындығына келгенде біздің мәдениет үйімізде инструмент жоқ. Көп рахметімізді айтамыз. Төбек бауырымызға бір күн бұрын осының бәрін құрып әкеп, осы жерге дайындап, Алқайбек аға міне істеріңге сәттілік деп отырған Төбек бауырым, мыңда бір рахмет. Жортқанда жолың болсын, жаныңа жамандық бермесін. Барлықтарына көп рахмет айтамын. Аман сау болыңыздар. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі кешке жиналған қабанбайлықтар, көрші ауылдан келіп жатқан қонақтар. Бүгін біздің ауылда міне үлкен қуанышты кеш болып жатыр. Енді осында отырған талай орта жастағылардың талайының есінде шығар бұл енді. Кезіндегі 70, 80, 90 жылдардағы жас кездеріндегі әндерін естіп, осы
бауырларымыз, ағаларымыздың өнерін тамашалаған талай адамдар отыр. Сол кісілердің атынан осы мына сіздерге көп алғыс айтамыз. Өнерлеріңіз үстем болсын, еңбектеріңіз жемісті болсын. Әрқашанда осындай жақсы көңіл күл сыйлап халыққа жүре беріңіздер, ауырмай, сырқамай. Міне жаңа айтып жатыр ғой, Ақжар мәдениет үйінен де кеп жатыр. Рахмет, алғысымыз шексіз. Тұғыл мәдениет үйінен кеп жатыр. Міне өнер деген осы, бір-бірін қолдап, бір-бірін осылай демеп отырса, өнер өлмейді деп ойлаймыз. Осы жаңа жас балалар да шығып, осында өнер көрсетіп жатыр. Өнерлер үстем болсын, осындай ағаларының жолын қуа берсін. Бізде міне Қайырбекті, Қайырлыны бәрін біздің бауырларымыз, осы ауылдың тумасы, кезінде осылардың тартқан әндерімен, күйлерімен талай билегеміз. О кезде клуб аяқ жақта болған. Мына Қайырбектің ағасы Қыдырбек те осыда өнер көрсеткен. Менің класстасым. Осы сіздерге алтын уақыттарыңызды бөліп келіп жатқан, өнер көрсетіп жатқан сіздерге көп рахмет.